Біз қазір балалармен Ақтауға жолға шығып жатырмыз, аэропортқа ерте келіп қойыпты. Димаш бізді шығарып салып жатыр. Ерте келіп қойыпты. Ерте келіп қойыпты. Енді бұл кісінің қарны ашып жатыр. Ана көлік біз апарып тастайды қалса. Алыс түзу жолдармен заулап, жүрегімде ондай сезімім барда, жеткізбейтін қиял алда, бәрі алда. Ұлы дала шақырады алдан, таусылмайтын шексіз жолдарым арман, әлі де талдай аттанамыз. Бүгін бізде мынандай көлік, Асекеге рахмет. Көлігін берген. Кішігірім сусын алдық. Балдар, мынадан кейін шетел метел не надо. Мынау деген потолок қой кәдімгі. Алланың бізге берген сыйы ғой мынау. İçine kırayın diye batırk. Tek bak. Басқа жол болу керек. Baza kuruldu. Запущен, да? Қазір жұмысты бастаймыз. Қонақта қардан жетіп құттырды ғой. Съемкамыз басталып кетті. 77. Екінші амандаса ғой. Канализация су екі бірдеме ме? Ампу деген кабель кімдікі мынау? Біздікі ВС-тікі электроводостан жүрген. Істейме ғой? Старый деп отырмын. Старый ғой, керек емес. Старый, иә, старый. Істемейді ғой, Жоқ. Мына жерден кабель іздеп отырмыз қазір. Бәрін көрсету керек. Болды ма? Алмас вода бәрін болды. Мына жер тағы да бір тоқ жатыр еді. Бір точка қалсын. Или мына жұмысымен келдік. Өзбекский кухня. Газельдің ішіне кірдік. Схемасы бар ма? Осыны суретке қойып. Мына жерден кіреді екен ғой барлығына. Мына жерден кіреді екен ғой. Ары қарай шығып кетеді далаға, Кіреді шығады мына бутылка бар ғой. Кіреді бар шығады. Бесеу де сол жерде екен ғой. Қазақстанның газ құбыры міне Түркменстаннан Ресейге кетеді. Мына жақта да бар. Өзбекстаннан шығады, Сарыағаш арқылы Шымкент, Тараз деп Харгусқа кіріп кетеді міне. Мынау загрузка осындай болады. төрт ұсақтағы мына ампудың қасындағы сылақта сол 5 кг. Диаметрі 1,5 метр. 1425 сондай. Қалыңдығы нормальный. Мана координатасын есін түсіруге манады жирататын несі бар ғой, сондай келіп маған соңғы объект мынау. Бірінші күннің съемкасы бітті. Қайтып баратырмыз енді. Шумаларым тілінсе де, шегедей мықты керек шекеге оқ тисе де. Даланың ерлері, даланың ерлері. Бәрі скриптонит. Кеш болды. Қонатын жерге келдік. Опорный қонақ үйі. Біздің кешкі ас бүгін самообслуживание. Ужиннан кешігіп қап.
өзіміз дайындап алып отырмыз. Айбай, киіп қаласың ғой, йо. Управляющая компания Самұрық сервис. Мынау түйенің үсті. Осы күнге дейін түйеде сүт болатынын білмеппін. Түйеден шығады деп жүрдім. Мынаяқтағы адамдар күліп, сүт шығады, сүтті сосын шұбат қылады ғой дейді. Дәмін іше алмадым бірақ біртүрлі.